Студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз қозғыш ұлпалардың физиологиясы. Қозғыш ұлпалар физиологиясы тірі организмнің негізгі өмірлік процестерін реттеуде шешуші рөл атқаратын жүйке және бұлшық тіндерінде жүретін биоэлектрлік құбылыстарды зерттейтін маңызды сала. Организмдегі кез келген әрекет, жүрек соғу, тыныс алу, қимыл қозғалыс, бездердің секрециясы немесе күрделі рефлекстік актілер осы қозғыш тіндердің қызметіне тікелей байланысты. Сондықтан да физиологиялық зерттеулер жүргізуде арнайы құрал-жабдықтар қолданылады. Ал қозғыштық биоэлектрлік потенциалдың түзілуі немесе олардың бұлшық пен жүйке талшықтары бойымен таралуы физиологиялық ғылымның негізгі түсініктері болып табылады. Қозғыш ұлпалар үш түрлі физиологиялық күйде, яғни физиологиялық тыныштық, қозу және де тежелу болуы мүмкін. Қозғыш ұлпалар бір күйден екінші күйге баяу, өрбіген, сандық өзгерістер әрекетінен өте шапшаң серкелмелі түрге көшеді. Физиологиялық тыныштық жеке ұлпалар мен мүшелердің өзіне тән әрекетін байқатпаған, атқармаған күйін айтады. Мысалға, бұлшық жиырылмайды, без сөл бөлмесе. Ал қозуды тітіркенудің салдарынан жеке ұлпалары мен мүшелердің өзіне тән әрекетті атқаратындай белсенді жағдайға келуін айтады. Қозу түрлері физикалық, химиялық функциялардың өзгерісінің жиынтығынан тұратын күрделі биохимиялық реакция. Тежелу тірі құрылымдардың әрекетінің таласуымен, бәсеңсуімен сипатталатын ерекше биологиялық күй. Бұл процесс тірі ұлпалардың тітіркендіргішке белсенді реакциясы нәтижесінде туындайды. Тежеу сыртқы белгісі жағынан физиологиялық тыныштыққа ұқсас. Бұл екі күйде ұлпалар мен мүшелер әрекетінің тыйылуымен сипатталғанымен, тыныштық күйі мен тежелудің арасында зор айырмашылық бар. Тежелу кезінде ұлпалар мен мүшелердің қозғыштығы, мобильдігі, яғни жылдамдығы күрт төмендейді, теріс шынды потенциал тіркеледі. Тежелу қозу процесімен бірлесе отырып тірі құрылымдардың сыртқы ортадағы жағдайларына бейімделуін қамтамасыз етеді. Тітіркендіргіштік тірі құрылымдардың тітіркенуге өзіндік сипаты жоқ, жалпылама реакциялармен зат және энергия алмасу процесінің өзгеруімен беретін жауабын айтады. Бұл реакцияларға шектелген сипат тән болады. Олар құрылымдардың белгілі бір жерінде шоғырланады. Оның басқа учаскелеріне таралмайды. Тітіркендіргіштік жануарлар торшаларында да, өсімдіктерде де ортақ қасиет. Оның әсерімен ұлпалардың өсуі, көбею процестері атқарылады. Тірі құрылымдардың қоршаған орта жағдайларына баяу морфологиялық бейімделуі жүреді. Қозғыштық тірі құрылымдардың ет және жүйке ұлпаларын тітіркенуге таралатын әрекет потенциалымен, импульспен арнаулы өзіндік реакциялармен жауап береді. Қозғыштық тек жануарлар ұлпасына ғана тән қасиет. Функционалды жылжымалық немесе мобильділік ұлпалар дара қозу тітіркенісінің пайда болып және басылып, яғни аяқталып үлгеруін шапшаңдығын айтады. Қозу толқынын анық ұзақтығы толқын абсолютті рефракторлық созылу мерзіміне тәуелді болады, және ол ұлпадағы физиология және биохимиялық процестердің шапшаңдығын, қарқындылығын бейнелейді. Сондықтан да жеке қозу толқынын тудыратын процестер неғұрлым тез жүрсе, соғұрлым мобильділік жоғары болады. Демек, ұлпалар белгілі мерзім ішінде туындап және өшіп үлгеретін қозу толқындарының саны көп болады. Мобильділік 1 секунд ішінде тітіркенуге жауап ретінде пайда болып үлгеретін қозу толқындарының санымен өлшенеді. Мобильділік тірі құрылымның физиологиялық күйіне байланысты өзгеріп отырады. Тыныштық потенциалына келетін болсақ, мембраналық потенциалдан бастасақ, тыныштық потенциалының пайда болу механизмі. Мембраналық потенциалы. Бұл жасуша мембрана беті мен оның протоплазмасы арасындағы потенциалдың айырмасы. Мембрананың сыртқы беті оң зарядталған болса,
мембрананың ішкі беті теріс зарядталған болады. Бұлшықет талдағыш мембраналық потенциалдың мөлшері 60-90 милливольт. Ал қозу кезінде натрий иондары үшін мембрананың өтімділігі күрт артады. Тыныштық потенциалы кезінде әртүрлі иондар үшін мембрананың өтімділік коэффициенттері. Қозу кезінде тыныштық потенциалы мембрананың екі жағындағы концентрациялардың және мембрана арқылы өтетін иондардың әртүрлілігімен анықталады. Міне сондықтан да мембраналық арқылы иондар ағыны және жасушаның потенциалдарының айырмасы пайда болады. Бұл кезде мембраналық потенциалдың пайда болуы жасушадан сыртқа қарай калий иондарының диффузиясы әсері. Тыныштық потенциалы мембрананың екі жағындағы концентрациялардың және мембрана арқылы өтетін иондардың әртүрлілігімен анықталады. Міне сондықтан мембрана арқылы иондар ағыны және жасушаның потенциалдары айырмасы пайда болады. Мембрананың потенциалдық пайда болу себебі жасушадан сыртқа қарай калий ионының диффузиясы. Иондар концентрациясының айырмасын ұстап тұру АТФ энергиясын пайдаланатындықтан иондық арналардың көмегімен жүзеге асады. Бұдан басқа калий, натрий арналары жасушадан 3 натрий ионын сыртқа шығарып, жасушаға 2 калий ионын алып келетін болғандықтан трансмембраналық потенциалдың өсуіне мүмкіндік жасайды. Бұл жасуша аралық ортаның оң зарядын сонымен қатар тыныштық потенциалын арттырады. Трансмембраналық потенциалдың айырмасының өсуі гиперполяризация, ал кемуі деполяризацияға дейін деполяризация дейді. Соңғы жағдайда жасуша ішілік потенциалдың таңбасы өзгеруі мүмкін. Жүрек уабині. Уабин дегеніміз жүрек гликозидтер тобына жататын күшті биологиялық у. Бұл оның әсерінен АТФ фазы жұмысы бұзылып, тыныштық потенциалының кемуі жүреді. Бұндай эффектіге натрий иондары үшін жасуша мембранасының өтімділігі артатынын, әртүрлі олардың әсері алып келеді. Жасуша АТФ синтезін қамтамасыз ететін үдерістердің тежелуі де деполяризацияға әкеледі. Суретте көрсетілген әрекет потенциалының пайда болуы мембраналық теорияға сәйкес әрекет потенциалы ұлпаның қозған және қозбаған учаскелер арасында потенциалдардың айырмасының пайда болуына байланысты туындайды. Ұлпалардың қозған жерінде теріс заряд қалыптасып, қозбаған жерінде оң заряд сақталады. Әрекет потенциалы мембрана арқылы иондар легінің өту жылдамдығының өзгеруімен байланысты туындайды. Алдымен тітіркендіргіш әсерімен жасуша мембранасында үйкесіздену үдерісі жүреді. Үйкесіздену белгілі шекке жеткенде натрий арналары ашылып, мембрананың натрий иондарына өтімділігі тыныштық күйімен салыстырғанда 500 есе артады. Осының нәтижесінде оң зарядты натрий иондарының басым бөлігі жасуша ішіне өтеді де, жасуша аралық сұйықта қалған аниондар, олар негізінен хлор ионы теріс зарядты, мембрана беткейін теріс зарядтайды. Аз ғана уақыттан кейін 0,5-1,5 миллисекундтан кейін шамамен бұл арналар жабылып, натрий иондарының жасушаға өту қарқын төмендейді. Осыдан кейін мембраналық калий ионына деген өтімділігі 10-15 есе артады. Бұл иондар жасушадан жылдам шығады да, жасуша мембранасын бастапқы өріс қалпына келтіреді. Басқаша айтқанда, мембрана сырт жағынан оң, іш жағынан теріс зарядқа ие болады.